Ернұр, мен және менің отбасым деген тақырыпта өз ойыңды айтшы. Ертең сен сабаққа барасың, сонда айтады. Қане балдар ортаға тақтаға шығыңдар да өз отбасыларың туралы айтып беріңдерші дейді. Сонда пысық қыздар мен айтайын дейді шығады. Балдар шығады, менің үйімде ағам бар, папам бүйтеді, мамам бүйтеді, папам камаз айтайды, мамам оқушыларға сабақ береді деп сөйтіп айтады. Сен де айтып сол кезде деп отырмас үшін айтуың керексің. Давай, дайында, айт. Менің атым Ернұр. Менің отбасымда мамам, атам, папам және бауыржан. Бауыржан? Үйіңде Бауыржан деген бір бар ма не? Бауырым Данияр. Бауырым Данияр. Сосын. Апам және Нұрәли деген бала бар. Апам және Нұрәли деген балам бар. Иә, олар не істейді? Балам. Бала дедім саған. Так, кеттік ал. Атам? Атам. Егін егеді. Атам егін егеді. Ал папам жұмыста керезіден алмақ көреді. Содан кейін егін егеді папам да. Машина жөндейді. Машина жөндейді. Ал мама тамақты тәтті пісіреді. Пицца пісіріп береді да? Сабақ оқып үйретеді да мамасы? Содан кейін Ернұр деген бала бар. Мен өзім сабақ оқығанды жақсы көрем, велосипед айдағанды жақсы көрем деп айт. Мен өзім сабақ оқығанды жақсы көрем, және садикке барғанды жақсы көрем. Садикті бітірдің, иә? Сосын бауырың ше. Бауырың жасы нешеде? 2-де, иә? 2-де. Ол бала бақшаға барады, иә? Бала бақшаға барады, ал мен мектепке барам. Иә, ол іннің сөйлей ала ма? Жоқ. Ол шамалы ғана сөйлейді да, ол да ойнағанды ұнатады. Иә, сосын. Содан кейін, ал мен болса пицца. Қолыңа жабысып қалды, қолыңа ар жағына жабысып қалды, қия жабысып қалды. Шығана түсті. Ал Нұрәли мен Нұрәлидің мамасы туралы айтпайсың ба? Айтам. Содан кейін олар үй жұмысын істей береді. Жаман зат айта береді. Әй, өйті. Нұрәли тағамыз айта Жоқ, өйті. Апам үнемі жұмыста жүреді. Апам үнемі жұмыста жүреді. Нұрәли менімен бірге ойнайды. Нұрәли менімен бірге ойнап төбелесіп қаламыз. Жарайсың, бес. Сөйтіп өз ойыңды айтып үйрен, жақсы ма? Бірақ жаман заттарды айтпай, тек қана жақсы жағын айта беру керек. Неге? Жаман сөз айтады, үйтеді, бүйтеді деген сияқты сөздерді айтпай, тек қана жақсы жағын айту керек, жақсы жақтарын. Сондай болу керек. Жақсы адам жақсы затты көреді дейді, ал жаман адам жаман затты көреді дейді. Сен адамдардың жақсы заттарын көретін болсаң, онда сен жақсы адамсың деген. Нұрәли жаман сөз айтса да менімен бірге ойнайды ғой, мен айтқан тыңдайды ғой. Демек ол жақсы бала шығар деп оның жақсы жағын көрсең, онда сен жақсы бала болғаның. Ал егерде ол жаман, анау жаман, мынау жаман деп беретін болсаң, онда сен жаман болғаның. Түсінің бе? Ал енді айтшы маған, Нұрәлидің қандай жақсы жағы бар? Нұрәлидегі сіз айтса да мен ойнап еді достас боламыз. Иә, шамалы ренжіскен соң қайттан татуласып кетесіңдер де? Солай ма? Тағы қандай жақсы жақтары бар? Сен бауырыңа қарап жүре ма арасында? Сен жоқ кезде бауырыңа қарап жүре ма? Бауырым дейкен. Бауырым лағатсы, ағатсын, лағатсын. Қаяқта екін айта ағат. Иә. Сосын, ал Нұрәлидің мамасының қандай жақсы жағы бар? Ол сендерге вообще ұрыспайды да? Вообще ұрыспайды, тентек болсаңдар да. Тек қана Нұрәли тентек болса Нұрәли ұрыспайды. Иә, себебі ол оның мамасы, солай ма? Иә, тағы қандай жақсы жағы бар? Ал сен, мен тентек болса, сен ұрысың. Иә, себебі сен менің баламсың да? Атаның қандай жақсы жағы бар?
Ол тегі үнемі балдарым жеміс-жидектесін деп Зат алып келеді да, жеміс-жидектер, заттар алып келеді. іші огородқа қияр өспей береді. А папаң қандай жақсы жағы бар? Адамды көрейін. Папаң жақсы жағын айт. Папа жұмыстан қайтқан соң маған жейтін зат әкеледі. Кешке шоколад әкелген жоқ па? Ал мамаң қандай жақсы жағы бар? Үнемі донер, пицца, бургер пісіріп береді. Ал Данюкайдың қандай жақсы жағы бар? Данюкайдың Ол аға деп саған еркелеп жүреді да, сенің қасыңда жүреді, бір өзің жүрмейсің да. Басқа балдар бір өзі жүреді, олардың бауырлары жоқ, ал сенің бауырың бар да. Бауырыма деген үнемі күтті, дәл бауырым деген затымды алып қойғансың, басқасын алып ойнаймын ғой мен. Жарайсың, өте жақсы.